үшке үш төбелестік. Осылай, басы былай басылады. Біз екі досым, үш адам болып, мешіттен шығып келе жатырмыз. Басы төбелеске ұқсамайды. Күшті болып, үшеуміз дым, күнәсі жоқ адамдар сияқты. Күшті болып келе жатқанда, анандай жерден бір үш орыс жігіт бізге қарап, пацаны, сигареты не будут, деп айтады. Біз арамызда орысша жауап беретіні мен. Төбелес не үшін басталғанын сезіп тұрсыңдар ма? Недопониманиядан. Сөйтіп, мен қарам, ана екеуі, дейді да. Нет, не будут, деймін. Өте күшті жауап. Дальше кетіп баратқан кезде, и уже мынандай жерлерден, а денег для сигареты не будут, дейді. Бүкіл орысшаларымды еске түсірдім. Анау Крыловтан, баснялар, андай мындай. И мен бұрылдым да, деньги будут, но не для ваших сигаретов, дедім. Қасымда екі жігіт, ойбай! Мынау Крыловтың мысалдарын аударған. Сөйтіп, ана екеуі таң қалып тұрып, сөйтіп, күшті болып, ойбай деп, өзім күшті болып кетіп баратқан кезде, в смысле? А если найдем, дейді ғой? Да, демейсің ғой ондай кезде. О жаққа жауап жоқ уже, в смысле, примем деп та кете алмайсың ол жерде. Найдем деген кезде уже, болмайды мынау деп, уже желап ана үшеуі тұрды да, бізге тіресуге келе жатыр. Опа, қызық келе жатыр бізге. И сөйтіп үшеуі бүйтіп алдымызға келеді. Біз үшеуіміз тұрмыз. И біздің арамызда тіресе алатыны мен емес. Мен сөйлесе алатындардың қатарынан. Сөйтіп орнымды бүйтіп, орнымызды бүйтіп өзгертеміз, триодағандай ше. Сөйтіп сәл спортивный лау біздің жігіт бүйтіп келді да, бірақ ол қатты сөзге қандай емес. Че, в смысле, деньги, в смысле, а че, в смысле? Мен айтам, қосса бір-екі орысша сөз. Отылып атырық жынды ма? Действительно, дейсашы? Жоқ, в смысле, пацанды, в смысле? Өз сен атқан жоқ сөздерін анам. Мен айтам, тапсай бірдеңе, полагая на то, дейсашы? Именно деген сөз көп айтатын ең ғой сен деген сөз. Айтам, айтсай бірдеңе. В смысле? Сөйтіп түресіп тұр, біз мына жерде екеуміз тұрмыз. И біз примерно бүйтіп төбелесетін ау деген андай шаққа кеп тұрмыз ғой, бүйтіп тон жоғарылап жатыр. Ана тікіртер кетіп жатыр. Аналар бірдеңе, не найдете, и сөйтіп не істерімізді білмей. И бүйтіп ана үш орыс жігіттің қарысында бүйтіп төбелес басталып кетеді ау деп көрміз. И бір сүмелектеу бір жігіт тұр да. Дырыштау, сүмелектеу бір. Мындай қойған, если төбелес басталып кетсе, мен сол деп тұрмын ғой. И мен оның көзіне қараймын, ол да мен деп тұр. Никита деген орыс ма? Ол да бүйтіп екеуміз, ну привет деп, бәрі бүйтіп андай настроен болып тұрса, біз екеуміз. Деп, сөйтіп ана екен. И бір кезде апыр-топыр төбелес басталады. Төбелес деп айтуға келмейді. Андай шаң болып кетеді ғой бір жерлер. Біреу аяғына кірейін деп атқан кезде, анау тізесін көтеріп қалады, сондай прикол төбелес басталып кетеді ғой. Төбелес, екеуі кетіп қалады. Ана екі жігітпен, мен Никитамен қап қоям. Қалайсың Никита, екеуміз ойнай тұрмаймыз ona жерде деп. Екеуміз бірімізді ұстап алғанымызда, зачем құлатып бір-бірімізді? Просто бүйтіп уақытсыз бүйтіп тұрмыз. И менің ойымда, менің достарым біреуі ананы ұрып тастайды да, сөйтіп келіп маған көмектеседі дейтін. Никита да дәл сөйтіп ойлап тұр. Екеуміз просто бүйтіп тұрмыз бүйтіп. Нормально да, у тебя все нормально да деп. И сөйтіп бір моментте менің досым жеңеді да ананы құлатып тастайды да, сөйтіп маған қарай, Никитаға қарай агрессивно келе жатыр ғой. Мен айтамын, ондай бала емес бұл. Садись десең, садись ете салады бұл. Тіпті Никита садись деп, андай. Сөйтіп аналар жеңіп, бүйтіп, күшті аналар таяқ жеді, біз бүйтіп күшті болып кетіп баратырмыз. И маған досым айтады, бірдеңе айтып кетсейін аларға дейді. Біз жеңдік қой, бүйтіп, күшті фразамен бітірейік та бүгінгі күнді деп. И мен деймін, бүкіл орысша сөздер дейді, так, болды, мынаны айтамын дейді, бұрылам да. Пацаны, сигареты вредны же для здоровья.